Сәлем достар, сізбен канал Техная Кезет. Бүгінгі видеода кейінгі шыққан iPhone 13 туралы қазақша шоу жасаймыз. Қана оператор жақты жүрші. Мені осындай iPhone 13 көк түсті телефонға шоу жасайтын боламыз. Видеоны бастамас бұрын әдетен каналға тіркеліп қойыңдар, лайк басыңдар, пікірлер, комментарий асыға жазып отырыңыздар. Ал біз бастаймыз. Ал енді бірінші распаковкасын жасайық. Яғни коробканы ашайық. Кабель Lightning Type-C'дан Lightning'қа осындай қағаздар скрипка, бір ғана алма напилкасы және қағаз. Оның бәрін жылжытайық. Ал енді телефон. Міне осындай керемет телефонды коробкадан алып шығасыздар. Өзгерген заттар көбінесе ол артында камерасында. Бұл камералар диагоналды орналасқан. Бұл камералардан диагоналды орналасқан камералардан сазы бір қоюға болады iPhone 13 екен. Кстати, айтпақшы, бұл камералар тек қана маркетинг үшін ғана бай орналаспаған. Өйткені мұнан ішінде жылжымалы камера, Pro нұсқаларында жылжымалы камера орналастырылған. Және қырларында өзгерістер, кнопкалар, батырмалар сәл астыға түскен. Қай жақтан болмасын. Әдейі өйткені iPhone 13-тегі өзінің арнайы чехолдарын сату үшін. Алдында өзгерген заттар. Керамик шүк және де мұны монобров қысқартылған. Бұның экраны AMOLED Super XDR дисплей, диагоналы 6:1, 2538-де 1170 пиксель құрайды. Өте керемет, жақсы сапалы суреттер береді, качествосы өте жоғары. Айтпақшы, ішінде iOS 15 тұр. Жедел жадысы, оперативный память 4 ГБ. Pro нұсқаларда 6 ГБ. Бұл сіздер сезбей қалса, өйткені баяғыдан бері iOS жүйесі өте жылдам және өте тегіс жұмыс істейді. Жедел жадысында осындай қаншама приложениялар сақталып тұра береді. Бұл телефон ішінде 5 нанометрді процессор Apple A15 Bionic орнатылған. Ол өте тез, өте жылдам жұмыс істейді және энергия эффективный болып есептеледі. Бұл процессор көпке жетеді. Осы Apple A15 процессормен шығарған телефондар кейінгі 13-тер смело 6-7-10 жыл ұстауға болады. Және де 1 грамм қат қалмайды, зависит қалмайды. Аккумуляторына кезек. Аккумуляторы 3280 мегампер сағат. Бір жарым сутка кемінде сізге
Zayatkasız stop жұмыстап бере алмады. Мұндағы связь Qualcomm компаниясының желісі тұр. Кез келген жерде интернет әрдайым сізбен жаныңызда бірге жақсы ұстайды. Ал бұрынғы мысалы iPhone 11-ге шейін, 12-ге шейін оларда интегрский связь болған. Және де мұнда екі стерео дыбыс орналасқан. Астында және де үстінде мына жерде. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Let the borders. Soda çekeyi yok. İkine YouTube banka kırılsı mümkün. Айтпақшы Face ID қалай жұмыс істейді? Face ID өте жақсы жұмыс істейді. Сізге мысалы өзіме берейін. Міне хуп. Міне қайтадан. Және Face ID-ның бар болғаны өте жақсы. Өйткені сіздер банковский приложениялар бар ғой, соларға Face ID-мен сіз кіріп кетуге болады. Ал енді камерасын көреміз. Камерасы. Артқы басты камера бар. Басты 12 мегапиксель және ультра ширик камерасы. Кең бұрышты камерасы 12 мегапиксель. Және алды 12 мегапиксель құрайды. Бұл камералардың бәрі бұрыннан бері 12 мегапиксель Sony компаниясының камерасы болып есептеледі. Және осы кейінгі iPhone 13-терге ең басты кіргізген фишкасы ол кино эффект фишкасы. Бірінші фотодан бастайық. Фото мұнда күшті сапада түсіреді, жақсы сапада түсіреді. Бүкіл iPhone-да солай жақсы сапада фото түсіре алады. Портретті ол шыға күшті жасаған. Артты бүкіл шашын бәрін күшті алып, артқы фонды бұғдырып алады. Сосын портреттен ондай қызықты заттар бар. Фотомини. Основной. Ой. Басты камерасы артқа және енді міне. Ширикті қосамыз. Ширик бұл өте керемет зат. Бір кадрға бірнеше адамдарды түсіруге болады. Далада ландшафт бүкілін түсіруге болады. Кино эффект режиміне келсек, өте пайдалы кино эффектпен неше түрлі зат түсіруге болады. Мысалы, творчестволық шығармашылық видеоларды жасауға болады. Мұнда кино эффекті ол фокус. Мысалы, алдыңғы объект пен артқы объектті взаимодействие жасауға болады. Мысалы, алдыңғы объект и артқы объект.
Видео 4К 60 кадров в секунду. Видео 4К 30 кадров в секунду. Видео 4К 60 кадров в секунду. Фокусировка тез стать. Сіздерге менен бір бонус айтып бонус фишка бар. Артындағы алма жай ғана алма емес, оған нешетүрлі команда беріп қоюға болады. Сол 2 рет тап. Мұны қалай істеуге болады? Ол үшін бізге настройканың ішіне кіреміз. Универсальный доступ деген бар. Универсальный доступтың ішінде касание деген сөздер тұр. Және де мұнда касание задней панели ішіне кіреміз. Двойное касание деген тұр. Соның үшін өздеріңізге нешетүрлі жасап қоюға болады. Мысалы камераны бассайық. 2 рет басамыз. Камераның ішіне кірді. Қорыта келе iPhone 13-ті алуға тұрарлық па? Әрине болады, бағана көрсетілген сипаттамалар бойынша. Керемет камера, кино фишкасы бар. 4К 60 кадр в секунд барлық камераға жазылады. Аккумуляторы мықты. Телефон дизайны вообще шик, керемет. Экран бетінде OLED дисплейі бар. Керемет картинка беретін. Бағасы да тиімді. Кәдімгі бірге шыққан iPhone 13 Pro мен iPhone 13 Pro Max'ın ешқандай артықшылықтары аса аз емес. Егер де сізде де мысалы iPhone 11 болып тұрып, iPhone 12 немесе iPhone 13 екеуін қайсыны аламын десеңіздер, iPhone 13-ті сазы алу қажет. Өйткені iPhone 12 мен iPhone 13-тің айырмашылығы аса қатты көп емес. Сол сияқты мысалы ескі iPhone-дарыңыз болса да, сазы 12 немесе 13 Pro, 13 Pro Max алуға нұсқау беремін. Осымен видео аяқталған жоқ. Осы видео ұнаса
like basыңыздар, комментарий астыға жазып кетіңіздер. Осындай қызықты видеолар ұнаса каналға тіркеліп қойыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Біз әрдайым YouTube желісінде боламыз. Келесі видеода кездескенше сау сәлеметте болыңдар.